Ақпанның 21-і сағат 9-ға 2 минут қалды, ровно 9-да линияға шығамын. Қазір тұрған жерім мынандай бір ыңғайлы жер тауып алдым. Бұл жерден жоғарыға да кетіп қалуға болады, қалаға да кетіп қалуға болады. Және міне айланып барып, мынау көпірмен айланып, былай қарай Алтын Ордаға да кетіп қалуға болады. Бұл грузовойда жаңағы заказдар бірінен кейін бір кете бермегеннен кейін арасында ұзақ күтесің. Сол үшін осындай ыңғайлы, кез келген бағытқа ыңғайлы болатындай қылып тұрып күткен дұрыс деп ойлаймын негізі. Менің ойымша. Ал кеттік линияға қоса берейік. Приоритетті 12-ке көтеріп алдым. Брендированиясын жасап алдым. Көлікке наклейка жабыстырдым. Және қалған өзімнің жаңағы экспертім, рейтингім және серебром тұр. Приоритет тапсырысқа ешқандай ықпалын тигізбейді, қатысы жоқ деп жатқан адамдар, ол экономда жүргендерге тапсырыс көп. Бұл жерде мүмкін кішкене айырмашылығы қатты білінбейтін шығар. Ал жаңағы бизнес сияқты комфорт плюс немесе осындай грузотакси, жаңағы тапсырыс аз жерлерде ол жаңағы приоритет бірден білінеді. Өйткені алдында мысалы бір жігіттер Леруа Мерленнің алдында менің атынан тіркелді, сонымен сол жерге барып, ол жігіттерде тіпті приоритет 1 болды ма, 2 болды ма, сондай, менде осы 12 болды. Олар 1-2 сағат отырған, тапсырыс түспеген, мен келем, кішкене жаңағы өзім білетіндермен бөлсем, содан кейін қосам, маған бірден түседі, мен қайтып кетіп қалам да, ол жігіттер болса сол күйі әлі отырған етін. Өткен видеода 2 қате жіберіп қойыппын. Біріншісі ол Б, С категориясы керек болады дегенмін, праваның Б, С категориясы. Сөйтсем, Газель Б категориясына жатады екен, С категориясына уже КамАЗдар жатады екен. Сол үшін комментарийда түзеп, жазып атқандарыңызға рахмет. Екінші қате ол менің көлігім, қазіргі айдап жүрген Газель цельнометаллический. Бұл үлкен кузовқа жатпайды екен, бұл орта кузовқа есептеледі екен. Орта кузовтың минималкасы қазіргі уақытта минимальный бағасы 3,5 мың теңге. Бірақ мені кішкентай кузовтың да тапсырыстары болса, оған жібере береді, бірақ сонда да маған 3,5 мың теңгеге туралап береді. Кіші кузовтың заказдарын аласың, егер 3,5 мыңнан кем болса, Яндекс үстінен разницасын қосып береді. Опа. Айттым ғой, өте ыңғайлы жерде тұрмын. Кез келген бағытта кетіп қалады. Кез келген бағытта кетіп қала бересің мына жерден. Бірінші тапсырысында алып кеттім. Жолға 25 минут уақыт деп көрсетіп тұр. Кіші кузовтың тапсырысы не жоқ, грузчик жоқ, наценка жоқ. Қазір көреміз қандай болатын бағасы. Минимум 3,5 болады в любом случае. $2660 теңге бірінші тапсырыстың бағасы. Мына жерде қазір көрдіңіздер ғой. 3,5-ға туралайды. Комиссия ұстайды 428 теңге, қалғаны маған 3000-нан астам.
Баршаңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинаған 8-9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып, өз пікірлеріңізді қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Және лайк, дизлайк, видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайкты да ұмытпаңыздар. Арнаның дамуына өте немесе даммауына өте жақсы ықпалын тигізеді. Сол үшін реакцияларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін ақпанның 21-і, толық бір күн жұмыс істейтін боламын. Кешке дейін өлдім жоқ дегенде 8 сағат, 10 сағат жұмыс істеп, қанша табыс табуға болады деген сұраққа жауап беруге тырысатын боламын. Қазір грузо таксиде тарифтер және сұраныс өте әртүрлі болып жатыр, тұрақты болып тұрған жоқ. Бірде жоғары болып кетеді, бірде төмен болып кетеді. Бірде 1 сағат отырып қаласың, бірде отырмайсың, сондай. Қазір сезон өзі сондай болып тұр. Қаңтар, ақпан таксиге, жалпы грузо таксиге, грузо перевозка дегендерге сұраныс өте төмендейді. Сол үшін қазірше осындай енді. Екінші тапсырыс. Екінші тапсырыс орта кузов грузчиксіз. Сосын 750 теңге фиолетовый наценкасымен түсті. Газельмен жарысқандарың ят шығар, ё-ма. Екінші тапсырыс отмена. Өйткені бұл кісілерде метр 90 маған сыймайды. Қысқасы маған Яндекс бүйтеді. Типа отмена жасады. 2900 теңге подачасына қойып береміз дейді. Көреміз, балансқа түседі дейді. 24 февральға дейін балансыңызға 2900 теңге түседі дейді. Бұл Яндекс өзі гарантия беріп отыр. Ладно, сенеміз, өйткені Яндекс көбінде алдамайды. Ондай маған түскен уже бұндай нелер. Подачаның ақшасы 2900 болып тұр. Негізі жақсы тапсырыс еді. Орта кузов, грузчигі жоқ. 750 теңге наценкасымен болды. Минимум 2900 деп тұр ғой, сонда подачасының өзі 2900 деп тұр. Примерно 5000-ға баратын беді деп ойлап отырмын. Өткен видеода ең жиі қойылған сұрақтардан қараңыздар, біздің қалада бар ма деген сұрақ. Қазірше 5 қалада бар. Ол Алматы, Астана, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе 5 қалада бар. Грузо такси Яндекстікі. Сіздің қалаңызда грузо такси бар ма, жоқ па, қалай тексересіздер? Яндекс Go деген қосымшаны жазып алыңыздар. Осы жерде астында доставка деген тұр. Бұл клиенттер тапсырыс беретін приложение. Осы астында грузовой деген бар болса, ол сіздің қалаңызда грузовой бар деген сөз. Ал қалай тіркелеміз десеңіздер, маған жазсаңыздар болады. Видеоның сипаттамасында телефон номері бар, және мына жерде қазір шығатын болады. Сол номерге WhatsApp-қа хабарлассаңыздар, мен сіздерді кез келген қаладан, кез келген тарифке тіркеп бере аламын. Менің атынан iTaxiге тіркелген адамдарға парктың комиссиясы 4% болады. 5 тапсырыс орындағаннан кейін 1000 теңге бонус түседі баланстарыңызға. Тіркелем десеңіздер, iTaxi паркінде одан да бөлек бәйгесі бар, одан бөлек жаңағы пәтер ұтысы бар. Осы наурыздың 30-ына пәтерді ойнататын болады. Және iTaxiдің аптасына 7 күн 24 сағат бойы жүргізушілерге қолдау көрсету номерлері бар. Оның бәрін мен сіздерге WhatsApp-қа тіркеп болғаннан кейін жіберем. Тағы плюстардан iTaxiде керемет Instagram мен Telegram'ы бар. Сол жерде жалпы таксиге байланысты және жалпы осы Яндексте қандай жаңалықтар болып жатыр, соның бәрін қарап отырсаңыздар болады. Бүкіл керекті сілтемелердің бәрі, номерлердің бәрі видеоның сипаттамасында болады. Өтіп жазылып қойсаңыздар болады. Зиян болмайды.
Үшінші тапсырыс түсті. Маленький кузовтың тапсырысы 250 теңге наценкамен түсті. Звондайды. У вас... бізде скутер дейді жаңа, мотоцикл. Сияма дейді. Сият деймін. Бірақ өзі маленький кузов шақырып алған. Ушлылар ғой, короче. Қазір жаймен ұрсам мен. Өзі де барады, скорее всего, менімен бірге. Осы жері ұнамайды маған, өйткені саған средний кузов керек па? Средний кузов шақырса, жоқ, ең арзан шақырып алады да, күтіп отырды жаңа, үлкен машина келсе екен деп. Қазір көреміз бағасы қандай болады. Минималка шығар, ары кетсе. Мынау үшінші тапсырыс. Біреусі отмена болды ғой. Екінші деп есептей берейікші. Анау өткен 24 күні түседі. Бұны да көрдіңіздер ғой, 3,5-ға тура алады. Комиссиясын ұстайды, осы суммадан 393 теңге ұстайды. Қалғаны жаңағы балансқа былай түседі. Қазір көрсетем. Мені бонус по заказу Қазақстан Алматы Молапорттан 840 теңге түскен бонус. Ананыкі де үстіп түседі балансқа. 1000 теңгеден астам уақыт. 1000 теңгеден астам ақша түседі. Сосын алдында Яндекс мені бір тәулікке блокқа салды. Неге десеңіздер, алдында шорт кішкентай қысқа видео салғам. Жаңағы мысалы мына грузотаксиде және доставкаде, курьерлерде сіз клиент көрсетеді бір адрестен бір адреске. Өздер басқа жерде болып қалады кейде. Сол үшін мына жерге әкеп бере салыңыз дейді. Сіз жаңағы клиент көрсеткен точкадан алыс кетіп қалсаңыз, заказды бітіре алмайсыз. Сол үшін қайтып бару керек болады. Соны түсіргем ғой, TikTokқа және шортсқа салғам. Сонымен сол жерге біреулер жазыпты. Fake GPS деген қосымша бар, соны орнатып аласаң, орныңды ауыстырасың дейді. Все, хорошо, орнатам. Бір рет, екі рет жаңағыдай сондай жағдайлар болған кезде өшіріп тастаймын жаңағы, нені, заказды бітіріп тастаймын. Содан кейін маған, короче, сіз левый бір нәрсемен приложениені алдап атсыз дейді да, мені бір тәулікке не қылып тастайды, блокқа қойып тастайды. Егер тура сол қайтып қайталанатын болса, мен уже 2 аптаға блокқа қояды. Одан кейін түсінбесең, сен даже жарты жылдан кейін вообще полный на всю жизнь блокқа қойып тастауың мүмкін Яндекс. Сол үшін ондай күмәнді жаңағы нелерді пайдаланбай қойған дұрыс екен. Оданша служба поддержкеге жазып, до конца өзіңіздің нелеріңізді доказать етіп, немесе бастыға тұрғыңыз келмесе, оданша айланып, қайтып сол жерге барып, сол жерден бітіре салған дұрыс екен бір жағынан. Енді кей кездерде час пик уақытысында пробка кезінде қиындау болады. Сол үшін ғой мен де жаңағы қосымшаны орнатып, жасап көрдім. Сөйтсем, сондай несі бар екен, артқа кері әсері болады екен да. Сол үшін көресіздер енді өздерін өзі. Көрдіңіздер ма, 1060 теңге жаңағы бонус түсті. Клиенттен алған ақша жаңағы 2440 теңге болып тұр ғой. 3,5-ға туралады. Тағы бір тапсырыс түсті. Ұзақ күткен жоқ, 5 минуттай күткен шығам. Бүгін жолым болып жатыр. Әшейінде отырып қалшы едім. Қарасай батыр. Кіші кузов, ешқандай наценка ештеме жоқ. Грузчик те жоқ. Бұл да минимальный тапсырыс болатын шығар. Заттар көп емес, тағы бір тапсырысымды алып кеттім. минуттық жол дейді. Көреміз қазір қандай болатын тариф. Подачасы және мына жақтан клиентке келгеніме общий уақыт 40 минуттай уақыт кетті. 2790 теңге тарифі. Маған бұны 3,5-ға туралап береді. Комиссияны 2790 теңгеден ұстайды. Бонус қосып беріп атқан бонустан ұстамайды Яндекс. 3 тапсырыс болды. Азындан бері, 9-дан бері 12 болайын деп жатыр сағат. 9000 шамасында болды. Және жаңағы не? Отменаның подачасының ақшасы түсу керек қой. Бұл жерде де 2900 теңге комиссиясын алып тастаған кезде 2,5 мың теңге қалады. Деген үміттеміз.
Бұл видеода енді айтпайым, келесі видеода айтам түскен түспеген. Тағы бір тапсырыс түсті. Маленький кузов, ближняя подача, без грузчика, без ничего, бірақ несімен 250 теңге наценка үстінен кішкентай. 2370 теңгенің тапсырысы болған. Жаңа мына жерде күтіп алған адам, салып жерген адам, күтіп алған адам, жұмысшылар типа, вот брат, қазір шефқа сен номерін жазып жібер деп Каспийін жазып береді. Күтіп отырым, жоқ, 10 минут болды, жоқ, қазір кіріп, ана жерге аналар звондайды, аламайды. Короче, жұмысшылар мен жібере салайын, потом 20 минут бекерге кетті міне. Бұларға бірден былай қыласыздар. Бір звезда. И мына жерде қайықтайды. Проблемы с оплатой. Все, отправить. Өйткені қазір мен я получил оплату деп басып қойсам, потом ешкімге не докажет, что мен осы жерде күтіп, жаңағы не қылғанымда ақшаны алдым деп подтверждать етемін ғой мен. Адамдарға қызығам осындай. Короче, қысқасы, ақшаны алмай грузды бермеңіздер. Ақшаны түскеннен кейін сразу грузды бересіздер. Болды, қанша не бұндай случайлар көп болып кетті слишком что-то соңғы кездері. Обед ішуім керек еді. Және мына жерде бір жұмыстарым бар еді, мен газға кіріп шығуым керек еді. Газ, город мастеров жаққа қарай. По делам береді ме екен, бір нәрсе бермейді ме екен. Мына жерде бір точка бар. Сол жерден шықпаса енді. Жаңағыдай на ровном месте проблема создавать ететін клиенттерге как есть қойып тастаңыздар бағаларын. Рейтингтарын түсіріп тастаңыздар, блокқа салып тастасын. Ондай нелердің былайша айтқанда керек емес ондай клиенттер. Лучше олар блокқа салып тастасын. Өйткені мен 20 минут жаңа жерде 20 минут уақытымды құрттым. 20 минуттың ішінде бір минимальный заказ жасап тастауға да болатын еді негізі. Оп, ән айтқанымдай по делам заказ түсті, жақсы болды. Мынандай болды, минималкасы 3,5 ғой енді. Бұл клиенттерден шыққаны 2930 теңге. Екі адресімен. Малый кузовтың тапсырыстары осындай болып келеді көбінде. Асымды ішіп алдым. Қайтадан линияға шығайық. Жұмыстарымды да бітіріп алдым. 15:33 уақыт. Арғырай күтеміз енді. Маленький кузов. Қазір шығып өздері алып кетеміз дейді. Осында шығып өшірден алып кетеді екен өздері. Сөйтіп айтты ғой әйтеуір. Сұмдық пробкаға түсіп қалдым. София Ташкентскеден төмен Немировича Данченко деп ауысып кетеді аты. Сол жерді қасып тастапты полный жауып. Ол жақтың бәрі айланып келіп, барахолкаға тақалдық. Мысалы, маған 31 минут берді ғой Яндекс басында, мен 29 минутқа кешіп келдім. Сонда 1 сағат жол жүріп келдім ғой мына жерге. Қазір көреміз тарифі қандай болатын. Мына жерде жаңа тастақтан зат беріп жіберген Алмат тазалық дегеннің складына келдім да. Документсіз беріп жіберіпті. Мен қайдан білем оны енді? Соны қабылдамаймыз деп алдым. Жестко проблемный заказ болды ма? Бір жер ауыр екен бар, ауыр екен. Қабылдамай, кім жібер, документ деп 2 рет кетіп қалып, қайтып келіп бізде андай да. Завсклад, короче. Жас жігіт, менің жастары кетсе. Қадай, тырысып. Сәлі зав деген сөз қосылып кетсе, бізді қазақтар тағы қалып қалады. Бүйтіп, жүрісін көрсеңіздер жаңағы, камераларымды қосып, не қылайын ба деп едім, жарайды қойш, позорын шашпайып қойын деп. Қазақ десең өзіңе те дейші. Қама, бүйтіп. Мен вообще не при чеммін да, мысалы, маған әкелді, салып жіберді, күтіп алу керек болды сонымен. И так 1,5 сағат уақытым кетті. Енді бұндай заказдар болмаса,
как будто мен жұмысым бір идеальный сияқты болып кетеді да. Сол үшін бұндай жағдай, видео түсіріп жүрген кезде бұндай жағдай болып жатса, мен наоборот қуанам. Өйткені тек қана жақсы жағын көрсететін сияқты болып қалам да. Елдер ойлайды, осы мейлі Яндекстің адамы, Яндексті мақтай береді деп. Жоқ, ондай емес. Осындай жағдайлар көп. Кез келген жұмыс болғаннан кейін мінсіз жұмыс болмайды. Осындай тырысқан, қаныңды ішетін, қатайып қалған, өзінше болып қалатын адамдар көп негізі. Сол үшін 1 сағат күттім, мынандай тапсырыс келіп тұр. Қараңыздар, қатты алыс емес негізі бойынша, бірақ 20 минут деп көрсетіп тұр. Ең аз уақыты. Мен ойлап отырмын, былайынан мосттың астынан өтіп кетсем. Бірақ сонда да звондап сұрап алайық клиенттен, күтесіз ба, күтпейсіз ба деп, примерно 20 минут күту керек деп. Ата қазір жарты жолға барған кезде отменаны жасайды да, сосын деп ашуланып қайтадан настроениені түсіріп жібереміз. Заказ отменен дейді. Көрдіңіздер ма? Мен болсам пробкаға қадап қалдым. Тағы 30 минут өтті. Мен өзім специально сағат 6-дан 41 кетіп жатыр. Кольцоның іші, Северный кольцоның іші быт-шыт болып жатыр. Бір тапсырыс түсті. Білмеймін, Северный кольцодан түсті жатыр. Көрейік. Мына жерден бүйтіп шығып кетті деп жатыр да. Ол жерде ондай шығып кететін жер жоқ. Енді маған былайынан айланып барасың деп жатыр. Бірақ 5 пробок барасың дейді. Тағы бір тапсырыс бітірдім. Минималка 2700 теңгенің тапсырысы. 3,5-ға тоған бұнты 3,5-ға тұрап келіп. Бүгін строго осындай заказдар болып кетті ғой, не болып кетті өзі. Отмена берген тапсырыс. Тағы бір тапсырыс жасап тастайын деп ойлап жатырмын. 20.800 дей берекші. 104 километр жүрдім. Бұнда таңғы сағат 9-дан шықтым. Қазір 7. 10 сағат болды. Обедтің уақытына 1 сағаттан астам уақыт кетті. Соны как раз 1 сағат істесем, бүгіндікке 10 сағат жұмыс істедім деп есептеуге болады. Тағы бір заказ беретін шығар деген ойдамыз. Ай, что-то болмай кетті ғой, қайтам ба деп отырған едім. Сағат деген 19:48. Кешкі сағат 8-ге жақындап қалды ғой. Средний кузовтың тапсырысы түсті ғой. Грузчиксіз, наценкасыз. Осымен. Бүгінгі күннің жұмысын аяқтайым. Қазір газ құям. Кеше толтырып қойғам. Газды, бензинді. Бензин бір айда бір рет толтырып қоям. Тек қана жаңағы рабочий температураға жеткенше машинені көлікті қыздырғанша ғана қосылып тұрады, одан кейін өшіп қалады. Қазір газдың, ой, рахат нәрсе екен ғой газ деген, мен бұрын түсінбеген екенмін. Қазір көресіздер қанша болғанын. Қараңыздар, мынау загрузка заказа деп астында бүйтіп қатып қалады. Ондай кезде кетіп қалмаңыздар. Қараңыздар, өйткені неге десеңіздер мынандай зат болады. Қазір көресіздер. Нені? Кэш дейді ғой. Соны бір тазалап жіберіп, қайтып кіресіздер меха. Айтпесем қазір бітіре алмай қоямыз. Алдында и так блокқа түсіп осы ненің. Проверьте, закрыть, личность өттім. Болды мені. Соңғы заказ 4060 теңгеге шықты. 4100 теңге жіберді, 4060 шыққан етін. Соңғы заказ. Қазір газ толтырам қайтадан. 115 километр болып тұр қазірше. Қазір көреміз.
Соңғы тапсырыс тура үй жаққа қарай алып келді, қалқаманға жақсы болды. Айдаладан домой деп қосып жүрмейтіндей. Так, міне бүгінгі расход 32 литр кетті. 2100 теңге. Бұрын мен андай нәрсеге сенетін, газ деген моторды өлтіріп тастайды, күйіптіріп тастайды деп, мен де сөйтіп ойлап, жаңа өсектерге сеніп жүрген ғой, былай айтқанда. Сонымен қазір енді өзім осы көлікпен жүргеннен кейін бұл көлікке салоннан ала салып бірден орнатқан қазір 90 мыңға жақындап қалды. Пробегі евро 4 салған бәледе қылмаған. Бәрі әп-әдемі істеп тұр. Сосын газбен жүріп, бұның қаншалықты тиімді екенін көзім жетті де, одан кейін мен өзімнің жаңа Ниссанға мысалы мен күніне 3000 теңгеге бензин қоямын. Жылына 900 мың теңгеден 1.100.000, 1.200.000-ге дейін шығын кететін бензинге. Соны бірде 6 Ниссанымды қазір мен газбен салыстырсам, мен жылына 500 мыңнан 600-700 мыңға дейін ақша үнемдеу мүмкіншілігі болған екен. Бензиннен ғана. Енді қазір елдер сұрайтын болса, әрине газ орнат, евро 4 орнат деп айтатын боламын. Ал егер сіздердің де желанияларыңыз ашылып кетіп жатса, бізде Алматыда город мастеров деген не бар? СТО-лардың жиынтығы деп айтса болады. Сол жерде Айдын деген жігіт бар. Сол жерге барсаңыздар, сол жерде бүкіл керекті заттарды, обслуживанияларды, орнатуын бәрін жасап береді. Ол жерде Каспий рассрочка бар, 6 айға әр кезде өзінің жаңағы нелері болады ғой, акциялары. 6 айға, 12 айға, 24 айға бөліп төлеу мүмкіншілігі бар. Сол жерде есептеп, көрсетіп, бәрін диагностика жасап береді. Егер менің атымнан барып сол жерге орнатып, мен Мерейден келдім, Қазақ таксидің атынан келдім десеңіздер, орнатып болғаннан кейін сіздерге 100 литр газдың талонын береді. Немесе сол сомаға лайық жаңағы антифриз, немесе мынау терезенің омывателін алсаңыздар болады. Сол үшін газ орнатайын ба, орнатпайын ба деп жүргендеріңіз болса, араларыңызда смело барып орнатыңыздар. Сұмдық ақша үнемдейді. Көріп отқандарыңыздай, бүгін құйғанымды көрдіңіздер. Мына енді қорытындылайтын болсақ, 24.139 теңге болып тұр. 2100 теңгесін мен газға құрттым. Оның көбісі мен кішкене жеңіл кейін шыққаннан кейін бүгін үнемі оталдырып оттым. Ал негізі алдында 100 литрға примерно шамамен 20 литр жейді. Бұл газель 20 литр газ. Жалпы қорытындайтын болсақ, міне 24.139 теңге бүгінгі 8 тапсырысқа. Бұл комиссиядан бөлегі. Одан газды алып тастаймыз 2100 теңге, қалатынын 22.000 теңге. 22.000 теңге қалып отыр. 8 тапсырыс жасадым, 130 километр жүрдім. Байқап отқанымша бұл видео өзі итак ұзақ болып кетті. Бір талай зат кірмей қалды бұл видеоға. Сол үшін келесі видеода осы груза таксиге байланысты болады. Груза таксиге байланысты сұрақтарға жауап беруге тырысатын болам. Қазірге дейін жиналып қалған сұрақтардың бәрін қазір жазып қоям. Сіздерде де тағы да сұрақтар болса, осы видеоның комментарийіне сұрақтарыңыз қойыңыздар. Келесі видеода тура осылайына бір күн жұмыс істеп, және сол жұмыстың арасында сіздер қойып жатқан сұрақтарға жауап беретін боламын. Сол үшін вперед сұрақтарыңызды комментарийға жазыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болайық.